Құрметті ағайындар, сіздерге бір қызық көрсетейін ба? Баяғыда естеріңізде ме, бала күнімізде жерді қазып алып, жауқазын құрттарын алып балық аулауға баратын еді ғой. Мына қараңыздар. Мына қазбаяқ, мінекей, қаптың іші толы. Біз бұны балыққа беріп әуре болып жүрсек, байлықтың бәрі осыда екен ғой негізі. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah shit. I get my weed from California. That's that shit. Менің қолымдағы кәдімгі 4 түлік малдың тезегі. Бұның ешқандай да құны жоқ. Ең құндысы бағалысы мынау. Бұның аты биогумус. Бұл қайдан пайда болады? Бұл Америкада Калифорния штатынан арнайы алдырған жауқазын құрты дейді. Бір жерде жауын құрт дейді. Ал енді көп жерлерде, кейбір жерлерде шылаушан дейді. Міне сол құртты осыған салу арқылы біз мынандай биогумус аламыз. Мұхтар аға, бұл биогумус деген не өзі? Соны халыққа жақсылап түсіндіріп беріңізші. Биогумус дегені малдың тезегін біз осындай көп алқапқа жайып, сосын шылаушанды соның ішіне тастаймыз. Шылаушан сол тезекті жеп, сол шылаушандан шыққан тезегі негізі биогумус деп аталады. Мына кәсіппен бізде айналыссақ бола ма, әлде бұның басқа қыр-сырлары бар ма, қиындықтары? Әлбетте болады. Оның ешқандай қыр-сыр жоқ. Көңді алып кел, жай, жу, сосын шылаушанды сал, сосын барып жерін тыңайтасың ба, сатасың ба, оны өзің білесің. Қазіргі көп кәсіпкерлердің бәрі осымен пайдаланып отыр, осы биогумус пайдаланып отыр. Мынау кең байтақ жеріміз, бұл біздің ата-бабамыздан бізге аманат болып келген құнарлы жер еді. Бірақ соңғы жылдары осы құнарлы жерімізді көбінесе мынау егін алқаптарда селитра беріп, жердің құнарын кетіріп, жерді залалдандырып жатырмыз. Әрине, тез өнім береді, тез ақша жасаймыз, бірақ есесіне көптеген аурулар осы селитра жеген өнімдерден, жеміс-жидектерден болып жатыр. Құрметті кәсіпкерлер, егер сіздерге жауқазын құрты керек болса, немесе дайын биогумус керек болса, Мұхтар ағама келіңіздер. Міне осы жерде 1000-нан аса квадрат жауқазын құрты мен биогумус бар, жетерліктей. Ал болашақ ұрпағымызға құнарлы жер қалдырайық. Болашақ ұрпағымыз табиғи таза өнім, жеміс-жидек жесін десек, биогумуспен айналысайық. Келіңіздер.